Әл-Бақара сүресі 136-150 аяттар. Ей иман келтіргендер, оларға және де былай деп айтыңдар: біз Аллаға және бізге түсірілген ақиқатқа иман келтіреміз. Ибрахим, Исмаил, Исқақ, Жақып және оның ұрпақтарына түсірілгенге, Раббылары тарапынан Мұса мен Исаға және басқа да пайғамбарларға берілген ақиқи кітаптарға сенім білдіреміз. Біз олардың ешқайсысын да бөле жармаймыз, бір Аллаға ғана бойсынамыз. Егер де олар, яһудилер мен насаралар, сендер иман келтіргенге бір Аллаға иман келтірсе, онда тура жол тапқаны. Ал егер де бас тартса, ақиқаттан алыстағаны. Сені олардан қорғауға Алланың құдіреті жетеді. Ол барлығын естіп білуші. Алланың діні осы. Алланың діннен артық қандай дін болушы еді? Біздің бір жаратқан иемізге ғана құлшылық жасайтынымыз да сондықтан деп айтыңдар оларға. Оларға былай деп айтқан: уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Сендер шынымен-ақ бізбен Алла жөнінде айтыспақсыңдар ма? Алла біздің де Раббымыз, сендердің де Раббыларың. Өзіміздің істеген істерімізге біз өзіміз жауап береміз, ал сендер өз істеріңе жауап бересіңдер. Сондықтан да біз бар ықыласымызбен шынайы түрде Құдайға құлшылық жасаймыз. Әлде сендер Ибрахим де, Исмаил да, Исқақ та, Жақып та және олардың ұрпақтары да яһуди немесе насара болған демексіңдер ме? Ақиқи шындық Алла жақсы біледі ме, әлде сендер білесіңдер ме? Деп айт оларға. Алла тарапынан келген ақиқаттарды жасырғандардан өткен залым адам бар ма екен сірә? Сендердің істеп жатқан істеріңе Алла немқұрайлы қарамайды. Олар бір заманы өткен қауым ғой, өз амалдарына лайық тиісті сыбағасын алады. Ал сендер өздеріңе тиістісін ие боласыңдар. Олардың істеген істеріне сендер жауап бермейсіңдер. Кейбір ақымақ пенделер былай деп әңгіме қылады: бұрыннан бері жүздерін қаратқан құбыласынан бұлар неге кенеттен теріс бұрылды? Ондайларға шығыс пен батыста Алланың игілігінде, ол өзі қалаған пендесін тура жолмен алып жүреді деп айтқан. Уа Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Айналадағы өзге адамдардың істеріне куәгер болуларың үшін, ал сендердің жасаған амалдарыңа елші куәлік ету үшін біз сендерді сабырлы мәмілеге келуші қауым жасадық. Ал жүздеріңді бұрып келе жатқан бұрынғы құбыланы өзгерткен себебіміз пайғамбардың соңынан еретіндерді және одан теріс айналатындарды ажырату үшін жасалған еді. Мұндай өзгеріс Алланың өзі тура жолға салғандардан өзгелер үшін көп қиындық келтірді. Алла сендердің бұрынғы құбылаға қарап жасаған құлшылықтарыңды зая кетірмейді. Өз пенделеріне дегенде Алла жанашыр да мейірімді. Сенің көкке қарай бергеніңді біз көрдік. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Енді біз саған өзіңнің жүрегіңе жылы тиетін құбылаға қарай жүзіңді бұр деп бұйырамыз. Күнә атаулыға харам болған Әл-Харам мешітіне қарай бет бұрғайсың. Осыдан кейін енді қай тарапқа жүрсең де жүздеріңді солай қарай бұрыңдар. Шын мәнінде бұл өзгерістің Тәңірі тарапынан келгенін кітап иелері біледі. Олардың істеген амалдарына Алла немқұрайлы түрде қарап қалмайды. Кітап түскендерге Алладан қандай айқын дәлелдер келтірсең де олар сенің құбылаңа бет бұрмайды, ал сен олардың құбыласына бет бұрмайсың. Және де олар кітап түскендер өз арада бір-бірінің құбыласына бет бұрмақ емес. Осындай ақиқи білім келгеннен кейін де олардың қалауына бой алдырсаң, сен де азғындардан боласың. Кітап түскендер қауымы оны Мұхаммедті, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өз ұлдарын танығандай біледі. Сөйте тұра олардың бір тобы ақиқатты әдейі жасырады. Ақиқат Алладан. Шындыққа күмән келтірушілерің қатарында болма, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Алла әркімнің бет бұратын өз тарапын белгілеген. Ізгі амалдар жасауда бір-біріңнен озуға ұмтылыңдар. Қайда жүрсең де Алла барлығыңды бір мақсатқа біріктіреді. Өйткені Алла өте құдіретті. Қай жерде жүрсең де жүзіңді Әл-Харам мешітіне қарай бұр. Раббың тарапынан келген ақиқат осы. Сендердің қандай болмасын жасаған іс амалдарыңа Алла немқұрайлы түрде қарамайды. Қай мекенде өмір сүрсең де,
құлшылық жасар кезде жүздеріңді әл-харам мешітіне қарай бұрғайсыңдар. Адамдардың арасында өздеріңе қарсы дау-дамай тумас үшін қай тарапқа жүрсеңдер де жүзіңді солай қарай бұр. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ал имансыздардан еш қорықпаңдар, менің қаһарымды туғызудан қорқыңдар. Сендердің бақыттарыңды бұлай өзгертуім себебі өздеріңе арналған жарылқауым